Саржайлау кинотеатры мен Сарыарқа телеарнасының тәуелсіздік ұрпақтары жобасының сюжеттер желісін жалғастырамыз. Бүгін 14 жылдан астам уақытын балет өнеріне арналған Владимир Евстафьев жайлы сыр шертеміз. Өнерлі отбасының бағындырған белестерін әріптесім Райхан Сайрамбек баяндайды. Владимир Евстафьев жан мен тән үйлесімінің балеттегі айрықша мазмұнын тапқан суреткер. Ерекше би техникасын игерген ол, бір ғана қимыл қозғалысы арқылы кейіпкердің болмысын көрерменге дәл жеткізетін шебер. Владимир Евстафьев Қарағанды академиялық музыкалық комедия театрында 2007 жылдан бастап жұмыс істейді, балетпен кәсіби түрде айналысады. Тәттімбет атындағы өнер колледжінің түлегі. 2013 жылы бірінші санатта артист атанса, жоғарғы санат 2017 жылы берілді. Как-то оно все шло, не знаю, изнутри себя просто. Мен біреуге науға ешқашан тырысқан емеспін. Өз ісімді жан тәніммен сүйемін. Бала кезімде магнитофонымды қосып, жалғыздықта билегенді ұнататынмын. Классикалық музыкаға емес, әйгілі Майкл Джексонның әндеріне. Бүгінгі жетістігім ең алдымен ата-анамның үлкен қолдауының арқасы. Владимир жұбайы Диана мен екі бала тәрбиелеуде. Балет өнері Диананың да сүйікті ісі. Бүгінде өнерлі отбасы балалармен өздерінің кәсіби шеберлігімен бөлісуде. У своего сына я бывает замечаю, когда он... Ұлымыз өте икемді бала. Тіпті ұйықтап жатқан сәтте де оның денесі бүгіліп жатады. Яғни ол бізге ата-анасына тартқан анық. Мен қарапайым бишімін. Бойымдағы дарындылығыммен әрі қарайда биіктерге жете беруге үміттімін. Кәсіби биші Жизель, Махаббат метаморфоздары, Бессаме, Вальс королі және басқа да көптеген спектакльдерде өнер көрсетті. 2013 жылы балет әртісі аталымында жеңімпаз атанса, араға бірнеше жыл салып жас әртіс Қарағанды облысы әкімінің мәдениет және өнер күніне арналған үздік балет және хореографиялық ұжым әртісі номинациясына лайық деп танылды. Хочу поздравить всех наших. Қазақстанның барлық тұрғындарын тәуелсіздігіміздің мерейтойымен құттықтаймын. Туған еліміздің көркеюі үшін еңбек етуден жалықпаңыздар. Райхан Сайрамбек, Рустам Беков, Роман Капылов, Сарыарқа.